Лавр жапырағының пайдасы менен зияны. Лавр жапырағы дегеніміз не? Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеомызда лавр жапырағының адам ағзасына тигізер пайдасы менен оның кері әсері жайында толық айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Лавр жапырағы ежелден бері тағам дайындауда, халық медицинасында және тұрмыстық қажеттіліктерде қолданылып келе жатқан пайдалы өсімдік. Лавр жапырағының өзіндік ерекше иісі менен ащылау дәмі бар. Сондықтан ол көптеген тағамдарға қосымша дәм береді. Лавр жапырағы қайда шығады? Негізінен лавр жапырағы жерорта теңізі маңында өсетін лавр ағашынан алынады. Бұл өсімдік ежелгі Грекия және Рим дәуірінен бастап белгілі болған. Ол дәстүрлі емдік өсімдік ретінде қолданылып, жеңімпаздарға лавр гүлі тәжін кигізу қалыптасқан. Қай елдерде өседі? Лавр ағашы жылы климатта өседі. Ол көбінесе мына елдерде кең таралған: Түркия, Грекия, Италия, Испания, Марокко, Грузия, Кавказ аймағы. Бұл елдерде лавр жапырағы кеңінен өсіріліп, экспортқа шығарылады. Аспаздықта, медицинада және тұрмыста қолданылуы. Аспаздықта ет, балық, сорпа және тұздықтарға қосылады. Консервілеу кезінде маринадтар, тұздықтар. Лавр жапырағы тағамға қош иіс беріп, ас қорытуға көмектеседі. Халық медицинасында ас қорыту жүйесін жақсарту үшін шай ретінде қолданылады. Иммунитетті көтеруге көмектеседі. Антибактериалды және қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Буын ауруларына, бас ауруына және ұйқысыздыққа қарсы қолданылады. Жәндіктерден қорғану үшін пайдаланады. Мысалы, таракандар мен күйе көбелектерден. Бөлме ауасын қош иістендіру үшін қолданылады. Лавр жапырағының қайнатпасы шаш күтіміне пайдалы. Лавр жапырағы тек аспаздарға ғана емес, денсаулық пен тұрмыста да пайдалы өсімдік болып саналады. Лавр жапырағының құрамы. Лавр жапырағы көптеген пайдалы заттарға бай. Сондықтан ол тек тағамдық дәмдеуіш қана емес, емдік өсімдік ретінде де кеңінен қолданылады. Құрамындағы витаминдерге келсек, витамин А көру қабілетін жақсартады, тері менен иммундық жүйені қолдайды. Витамин С болса, антиоксиданттық қасиетке ие, иммунитетті нығайтады. Құрамындағы В6 витамині зат алмасуды жақсартып, жүйке жүйесінің жұмысын қолдайды. Сонымен қатар құрамында фолий қышқылы бар. Қан түзу жүйесін жақсартады, жүктілік кезінде пайдалы. Ал минералдардан кальций, калий, магний, фосфор, темір бар. Лавр жапырағының құрамындағы эфир майлары. Лавр жапырағының ерекше қош иісі оның құрамындағы эфир майларынан келеді. Оның құрамында циньол, бактерияларға қарсы әсер бар. Гераниол жүйке жүйесін оң әсер етеді және тыныштандырады. Эвгенол қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерге ие. Флавоноидтар мен антиоксиданттар. Кварцетин аллергияға қарсы және қабынуға қарсы әсері бар. Линанол стрессті төмендетуге көмектеседі. Тангиндер ас қорыту жүйесін жақсартады, бактерияларды жояды. Аллинол қышқылы жүрекке пайдалы, қан тамырларын кеңейтеді. Каф қышқылы бос радикалдармен күреседі, қартаюды баяулатады. Лавр жапырағының денсаулыққа пайдасы. Лавр жапырағы тағамға тек дәм ғана бермейді, сонымен қатар оның құрамындағы пайдалы заттар адам ағзасына оң әсер етеді. Ол халық медицинасында әртүрлі аурулардың алдын алу және емдеу үшін қолданылады. Ас қорыту жүйесін жақсартуда лавр жапырағының құрамындағы таниндер мен органикалық қышқылдар ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Астың жақсы қорытылуына көмектесіп, газ түзілуін азайтады, іштің кебуін басады, бауыр мен өттің жұмысын жақсартады, өт айдайтын қасиетке ие. Ауыр тамақтан кейін асқазанның жұмысын жақсартады. Қолдану әдісі. Лавр жапырағын қайнатып тұнбасын тамақтан кейін ішу. Иммунитетті күшейтуде лавр жапырағында С дәрумені,
антиоксиданттар мен эфир майлар көп болғандықтан ол ағзаны бактериялар мен вирустардан қорғайды. Суық тию мен тұмау кезінде лавр жапырағының тұнбасы дененің қызуын түсіруге көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтып, инфекцияларға төзімділікті арттырады. Қолдану әдісі: лавр жапырағын шайға қосып ішу немесе ингаляция жасау. Қандағы қант деңгейін реттеу. Лавр жапырағы қант деңгейін төмендетуге көмектеседі. Сондықтан ол қант диабетімен ауыратындарға пайдалы болып келеді. Инсулиннің дұрыс бөлінуін ықпал етеді. Ұйқы безінің жұмысын жақсартады. Қан тамырларын тазартып, қан айналымын жақсартады. Қолдану әдісі: 3-5 лавр жапырағын 1 литр суда қайнатып, күніне 2 рет 100 мг-нан ішу керек. Қабынуға қарсы әсері: лавр жапырағындағы эвгенол мен кварцетин қабынуды азайтады. Артрит пен буын аурулары, ревматизм сияқты қабыну аурулары кезінде ауырсынуды жеңілдетеді. Тері қабынуларын, безеу, экземаны басуға көмектеседі. Қолдану әдісі: лавр жапырағын қайнатып, тұнбасын компресс ретінде қолдану немесе ваннаға қосу. Жүйке жүйесін тыныштандыруда лавр жапырағының құрамындағы лиланол жүйке жүйесін тыныштандырады. Стресс пен мазасыздықты азайтады. Ұйқысыздыққа қарсы көмектесіп, сапалы ұйқыны жақсартады. Стресс кезінде лавр жапырағын түтету ароматерапия ретінде тиімді. Қолдану әдісі: лавр жапырағын шайға қосып ішу немесе бөлмеде түтету. Лавр жапырағы бұл табиғи өсімдік. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады, иммунитетті көтереді, қандағы қантты реттейді, қабынуды азайтады және жүйке жүйесін тыныштандыратынын айттық. Бірақ оны мөлшерден тыс қолдану зиян болып келуі мүмкін. Сондықтан тек белгілі бір мөлшерде тұтынған жөн. Лавр жапырағын енді қалай қолдануға болады? Аспаздыққа қолдану: лавр жапырағы тағамның хош иісін арттырып, ас қорыту жүйесін жақсартады. Қолдану әдістері: сорпа, бұқтырылған ет, балық және көкөніс тамағына қосу, маринадтар мен тұздалған көкөністерге салу, ұн өнімдері мен соустарға ерекше хош иіс беру үшін қосу. Лавр жапырағын тағамға қосқаннан кейін 10-15 минуттан соң алып тастаған жөн. Әйтпесе ол тағамға ащыдан беріп жіберуі мүмкін. Денсаулыққа пайдалану: лавр жапырағы көптеген аурулардың алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Лавр жапырағының тұнбасы ас қорыту мәселелерін жақсарту, иммунитетті көтеру үшін пайдаланылады. Қалай дайындау керек? 5-7 лавр жапырағын 50 мг суда 10 минут қайнатып, 3-4 сағат тұндырып қою керек. Күніне 2-3 рет 100 мг-нан ішу. Қандағы қантты төмендету үшін 10 лавр жапырағын 1 литр қайнаған суға салып, 5-6 сағат тұндыру. Күніне 3 рет 100 мг-нан ішу. Буын және ревматизм ауруларына қарсы: лавр жапырағын зәйтүн немесе кокос майына қосып, буындарға жағу. Лавр жапырағының күшті әсері бар, сондықтан оны шамадан тыс пайдаланбаған жөн. Косметологияда қолдану: лавр жапырағының бактерияға қарсы және қабынуға қарсы қасиеттері оны тері күтімі үшін пайдалы етеді. Бет терісіне арналған лавр жапырағы тұнбасы безеу мен қабынуды азайтады, теріні тазалайды. Қалай дайындау керек? 5-6 лавр жапырағын 250 мг суда 10 минут қайнатып, суыған соң мақтамен бетке сүрту. Шаш күтімі үшін лавр жапырағы қайызғаққа жақсы көмектеседі және шаштың түсуін азайтады. Қолдану әдісі: 10 тал лавр жапырағын 1 литр суда қайнатып, шашты шаюға қолдану. Үй тазалығында қолдану: лавр жапырағы табиғи дезинфекция қасиетіне ие. Жәндіктерге қарсы: лавр жапырағының иісі шыбын-шіркей, таракан, құмырсқа және көбелектерді үркітеді. Қалай қолдану керек? Кептірілген лавр жапырағын ас үйдің бұрыштарына, шкаф ішіне қою. Ауасы тазартқыш ретінде лавр жапырағын түтіндету бөлмені жағымсыз иістерден тазартады және тыныс алу жолдарын ашуға көмектеседі.
тыныштандыру және стрессті азайту. Лавр жапырағының иісі жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқыны жақсартады. Релаксация жасау үшін бірнеше лавр жапырағын жағып, түтінін иіскеу, ұйықтар алдында шайға лавр жапырағын қосып ішу. Маңыздысы, лавр жапырағын жиі пайдаланбас бұрын аллергиялық реакцияларға тексеріп алу қажет. Лавр жапырағының зияны мен қарсы көрсеткіштерінде ескере кетіңіз. Пайдалы қасиеттері болғанымен оны белгілі бір жағдайда қолдануға болмайды. Дұрыс мөлшерде тұнбаса, денсаулыққа зиян тигізуі мүмкін. Жүкті әйелдерге қауіпті ме? Иә, лавр жапырағы жүкті әйелдерге қауіпті болуы мүмкін. Неге дейсіз ғой? Лавр жапырағы жатыр бұлшықеттерінің жиыруларын күшейтуі мүмкін. Бұл түсік тастау немесе мерзімнен бұрын босану қаупін арттырады. Гормоналды тепе-теңдікті өзгертуі мүмкін. Жүкті әйелдерге балама, егер лавр жапырағын қолдану керек болса, оны тек дәрігердің рұқсатымен аз мөлшерде пайдалану керек. Бүйрек және бауыр аурулары бар адамдарға әсері. Лавр жапырағы бүйрек және бауыр аурулары бар адамдар үшін қауіпті болуы мүмкін. Лавр жапырағының құрамындағы эфир майларында белсенді қосылыс бар. Лавр жапырағының құрамында эфир майлары мен белсенді қосылыстар, олар бауыр мен бүйрекке жүктеме түсіреді. Егер адамда созылмалы бүйрек жетіспеушілігі немесе бауыр циррозы болса, лавр жапырағын тұтыну аурудың асқынуын әкелуі мүмкін. Кімдерге қолдануға болмайды? Созылмалы бүйрек және бауыр аурулары бар адамдарға, бауыр ферменттерінің бұзылыстары бар адамдарға, асқазан ішек жолы ауруларына әсері. Егер адамда асқазан ішек немесе жарасы болса, лавр жапырағын сақтықпен қолдану керек. Лавр жапырағы асқазан қышқылын арттырып, гастрит немесе жара ауруын асқындырып жіберуі мүмкін. Кейбір адамдарда іш қату немесе іштің ауруын тудыруы мүмкін. Кімдерге қауіпті? Асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға, іш қатуға бейім адамдарға артық мөлшерде қолданудың қаупі мынадай. Лавр жапырағын шамадан тыс қолдану улануға және аллергиялық реакцияларға әкелуі мүмкін. Мүмкін болатын белгілері мынадай: бас айналу, жүрек айну, әлсіздік, асқазанның ауырсынуы, іш қату немесе іш кебу. Қауіпсіз мөлшері қандай? Лавр жапырағын күнделікті тұтыну ұсынылмайды. Бір стақан суға 1-2 жапырақтан артық қоспау керек. 10 күннен артық қатарынан қолданбаған жөн. Қан қысымына әсері мынадай. Лавр жапырағы қан қысымын төмендетуі мүмкін, бірақ кейде керісінше әсер етеді. Егер адамда гипотония, төмен қан қысымы болса, лавр жапырағы жағдайды нашарлатады. Қанды сұйылтатын дәрі ішіп жүргендерге, аспирин ішіп жүргендерге болмайды. Енді қорытындылай келейік. Лавр жапырағын қолдана алдында келесі жағдайлардан сақ болу керек. Жүктілік және бала емізу кезінде, бауыр мен бүйрек ауруы бар адамдарға, асқазан ішек жарасы бар науқастарға, гипотония, яғни төмен қан қысымы, давление төмен болса, аллергиясы бар адамдарға қолдануға болмайды. Егер сіз лавр жапырағын қолданғанда қандай да бір жағымсыз әсерді байқасаңыз, оны пайдалануды тоқтатып, дәрігермен кеңесіңіз. Міне, құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомыз ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді және өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.